Біздің күнделікті күйбең тіршіліктің күнтізбесінен демалысқа бөлер уақыт табу қиын. Ал ұсынар бағдарламамыздың аясында сіздер қызықты әлемге саяхат жасап, аңшылық пен балық аулаудың қыр-сырына қанық боласыздар. Әр апта сайын біз сіздерді Қазақстанның көз тартар ең көрікті аймақтарымен таныстырамыз. Тауда қасқыр аулау ең ауыр, сонымен қатар өте қызықты аңшылық десек болады. Аңшының қасқыр аулаудағы олжасын олжалы аңшылық деп мақтан тұтуға болады. Өйткені оны аулау үшін аңшының дене бітімі шыңдалып, бақылағыш, ал ең бастысы шыдамды, төзімді және қайтпас қайсар болуы тиіс. Иә, қасқырдың өзі де өте қу және ақылды жыртқыш. Сол себепті де қасқырды жеңген сәт есте мәңгі қалады. Жақын күндері ғаламторда қара қасқыр туралы деректер пайда болды. Сол күні кешкісін алматылық қасқыр аулаушылар аңшылық форумына жиналу туралы белгі жариялады. Хабарлама қызықтыра түсті. Осыған дейін де аңшы жалын бірнеше рет қара қасқыр үйірі туралы хабарлама жариялаған болатын. Қара қасқырлар меланисттер Алматы облысында жиі кездесе бермейді. Қара түс бұл рецессивті белгі. Жыртқыштың қара түсті болуын туылуы үшін екі бірдей ата-аналық тұқымының шағылысуы керек. Ал мұндай өте сирек кездеседі. Егер шағылысуда меланисттер пайызы аса жоғары емес. Егер қара және сұр түсті тұқымдар шағылысса, доминантты сұр тұқым жеңіп, бөлтірік сұр түсті болып туылады. Қара түске боялған қасқырларды көбінде түсі суық, нағыз қатыгездік иесі деген алып қашпа әңгімелер көп. Халық даналығы бойынша қара қасқырларға аса бір ерекше мінезді, әрі өте қауіптіліктің белгісі деп қараған. Жолға шығардан бұрын Ұйғыр ауданында тоқтамай қар жауды. Осындай ауа райы қасқыр аулауға таптырмас уақыт. Жол талғамайтын көлігімізге жанармай толтыра, осы бір қара қасқыр туралы біраз ақпараттарды жинай, Алматыдан шығып кеттік. Алматы Көкпек, Көктал тас жолында көктайғақ мұз екен. Сол себепті де жылдамдығымызды сағатына 90 шақырымнан асырмадық. Ұйғыр ауданының орталығына дейін 3,5 сағаттай уақыт жүріптік. Одан әрі Кетпен ауылына апарар тас жолға айналғанымызда кеште бата бастады. Таңғы қылаулаған уақытта далалы жазықтық ақ матадай жазылып жатты. Бірақ аппақ ұлпа қардың бетін жабайы табиғат тіршілігінің іздері бұзып жатты. Әрбір ізді көрген сайын біздер тоқтап, ненің ізі екендігіне көз жүгіртіп отырдық. Кетпен ауылына жетісімен аға қорықшы Құтлықтың үйін айта бастадық. Құтлық бізді күтіп жүр екен. Шай іше сала тауға қарай шығып кеттік. Ауыл маңайындағы жауған қар тығыздығы аласа екен. Бірақ тауға қарай көтерілген сайын қар тереңдігі де қалыңдай бастады. Шынжырларымызды тағуға тура келді. 10 шақырым ұзасаң болды, қысқы дөңгелек салған көліктердің өзі тығыла бастайды. Міне, жаңа іздің түскенін байқадық. Екі қасқыр аңғарды бойлай, жотаға қарай асып өтіпті. Күнделікті күндерде қасқырлар күндізгі уақыттарда жабық орындарда, таудағы тоғай араларында және қалың ну ішінде тыныстап жатады. Ал кеш қарая үй жануарлары жайылған жазық далаға азық іздеп шығады. Таң ата сол іздерімен өз қалқаларына қайтады. На этот раз мы применяем комбинированную тактику. Бұл жолы біздер басқаша жоспар құрдық. Яғни бір жағынан ізге түсіп, жігіттердің бір бөлігі қасқырларды қуса, екіншілеріміз күнделікті ауысып отыратын бағыттарына тұрып, жолда таппаққа әрекетке көштік. Қазір қасқырлар мына таулы аумақта тыныстап жатыр. Оның жүретін аумағы 5-6 шақырымның аралығы. Ана бір бөлікте Кетпен ауылы жақтан олардың артынан шаруашылық инспекторлары атпен келеді. Ал біздер тауға барар жолында жаптық. Енді тек қасқырлар біздің алдымыздан өздері шығады. Я болмаса жігіттер оларды қуалай, біздің алдымызға алып келеді.
екеуінің біреуі. Бірақ үшінші нұсқа бар. Жыртқыштар басқа жолмен кетуі мүмкін. Біздер екі топқа бөліне бастадық. Құтлық Әли Әлиевпен асуды бойлай кетті. Ал біздер кетпен аңғарларының бірінде дүрбімен жолды бақылап тұрдық. Тау басында қасқыр аулауға шыққан кезде қолыңда жақсы бір қарудың болғаны абзал. Сондай-ақ сол қаруың алыс қашықтыққа кез келген жағдайда ата білуі тиіс. Максим Ремингтонмен жарақаттанды және 350 метр қашықтыққа ата алады. Ал Андрей қасқырға 700-800 метрге дейінгі аралықтан аталады. Тіпті 1 шақырымдық аралықтан дәл атса да тиеді. Ол баллистикалық калькуляторы бар дүрбіні қолданады. Дәл нысанаға тигізу үшін аралықтың қанша жер екендігін санау үшін. Калькуляторға қарудағы оқтың күштілігін жазасың. Ауа температурасының, еңістің мөлшерін аралықты есептей аласың осылайша. Мұнда есептеулерсіз 800 метрлік қашықтықтан тигізу мүмкін емес. Өз оғыңның баллистикасын білуің керек. Баллистикалық коэффициентін, оқтың бастапқы жылдамдығын, Лейка сайтында арнайы бағдарлама бар траекторияңды есептеп беретін. Сол жерден ата отырып, өз қаруының қаншалықты аралыққа ататындығын біле аласың. Уақытты үнемдеуге тиімді. Сонда осы бір дүрбіні қолдану ыңғайлы демексіз бе? Әрине, ол өзіне көптеген қосымшаларды жүктеген. Монокль, дальномер, термометр, барометр, бұрыш өлшемі және баллистикалық калькулятор секілді. Сондықтан біздер келістік. Максим оңтүстік еңістегі екі жақты да бақылайды, 350 метрлік аралықта. Ал Андрей соған қарама-қарсы еңісті 900 метрге дейінгі соңғы нүктеге дейін. Алыс жазықтықтан жалғыз марал жайылымға шықты. Бірнеше сағат өтті. Ауа райы тағы бұзыла бастады. Көкті қара бұлт ұрлады. Бір-бірімізбен рация арқылы хабарласып, келесі бір шешімге кірісуге бел байладық. Күн жарты сағаттай ғана шықты да қайта тұман басып, қар жауа бастады. Көк торлана бастады. Көліктерімізге жеткенде қар кәдімгідей басып қалды. Тау басында қасқыр аулау өте қиын. Егер әрбір шыққан адам қасқыр аулай берсе, мұнда қасқыр қалмайтындай еді. Келесі шешім қабылдай, төмен түсіп, жаңа түскен іздерді қуалай. Сұңқар мен кетпен аңғарларының арасын шолып көрмекке бекіндік. Рация арқылы осы аумақты бақылап жүрген инспекторларға хабарласа бастадық. Аңшы жалын мен инспектор санат аттарына міне, жақын маңдағы малшылар үйлеріне барып, солардан ақпарат жинап қайтты. Олары соңғы 3 күнде қара қасқырды 2 рет көргендігін айтқан. Таңғаларлығы жыртқыш күндізде кезіккен екен. Бұл біздің қасқырларға деген көзқарасымызды өзгертті. Бірақ қара қасқырлар жайлы бекер аңыздар айтылмайтын сияқты. Оның іс-әрекеті мен белсенділігі басқа қасқырлардан ерекше. Қасқырлар адамдар секілді, әртүрлі мінезге ие. Тәуекелге бел буы да әрі қалай. Міне, жалын тағы бір қасқыр ізінің жаңа түскені жайлы ақпар берді. Бір із өте үлкен, мүмкін қара қасқыр ізі шығар деген ой кетті. Жалын 2 қасқырды байқапты. Оның біреуі қара, нағыз Йеллоустондық. Қазір жолдарын кесіп өтпекшіміз. Аумақты өлшеп, GPS бағдарымен жұптың алдынан шықпаққа көштік. Қасқырлар тауға кетпекші. Ондағы жартаста аумақтар таптырмас қалқа. Сондықтан біздерге оларды тауға жеткізбей ұстау керек. Бірақ олардың қайда баратындығын анық білмейміз ғой. Бірден жотан қарнан бірер секундқа 3 бейне көрініп өтті. 2 сұр және 1 қара қасқыр. Қара қасқыр біздерге біраз қарады да жота артына жасырына кетті. Біздер оны көрдік. Мұндағы жұртшылық әңгіме қылған дәл сол жыртқышты. Аңшылық аранымыз ашылып кетті.
Әли көлік жылдамдығын арттыра түсті. Көлік кетпен жоталармен ызғытып барады. Ойлы шұңқырды сезер емес. Ал біздер көлік ішінде арлы берлі соғылып келеміз. Осылайша жота үстіне жеткенімізде үш қасқыр тау басына қашып барады екен. Ара қашықтық 700 метр. Андрей атуға дайын, тауға 200 метрдей қалды. Осы сәтте көлігіміз шұңқырға түсіп, қарға батып қалды. Ал қымбат секундтар болса жылжып жатыр. Андрей қайта ыңғайланып үлгергенше қасқырлар тау ішіне кіріп үлгеріпті. Көлігімізді қазып, орнынан қозғау үшін жарты сағат уақыт кетті. Жота жағасымен жүру мүмкін емес. Енді тек жаяу ызғыту керек. Тізгінді солға бұры. Абайда, ақырын, кәне тағы бір рет көрші. 300 метр жүргеннен кейін тағы да тығылып қалдық. Құтлықтың жайына кеш қарай оралдық. Онда бізді өте дәмді ұйғыр мантысы күтеді. Таң ата сағат 5-те ұйқыдан тұрдық. Сағат 6-да өз орындарымызда тұру керек. Жалын мен Санат бізден бұрын шығып кетті. Олар өткелге атпен жетпек. Біздер ұяны тауға көтерілер тұста қарсы алмақшымыз. Бір ыңғайлысы тау басында жартастар көп. Ыңғайлы, солардан жан-жағында бақылауға да мүмкіндік көп. Жүру қиын, қар тізеден аса жауып қалыпты. Әсіресе жол бастап келе жатқан адамға тіпті қиын. Орындарымызға жайғаса күтуге кірістік. Күн суық, қалың киіне түстік. Тау басында бұл мәселе ылғи да туындайды. Жоғары көтерілгенде дене температурасы да көтеріледі. Ал тыныштала қозғалыссыз отырсаң, қалтырай бастайсың. Таң күн көзінің жылуымен атты. Біз де жылына бастадық. Таңғы күн сәулесі тұманды жарып шықты. Осылайша кетпен жазығындағы ұлпағар жылтырап, шағылсып кетті. Көрініс керемет, бірақ қасқырлар көрінер емес. Аңшылар аралығы 100 метр. Сол арада жалын белгі бере бастады. Отырған орнынан басқа жаққа жылжи бастады. Еңістен не болып жатқаны белгісіз. Жалын сайда жер бауырлай өтіп мылтығын кезей бастады. Оқ дауысы сай-саланы жаңғыртып жіберді. Бар деп айғай салды жалын, бірақ біздер ештеңе көрер емеспіз. Атылған оқ дәл тимесе керек, қасқыр қашып кеткен. Жартасты еңіспен төмен ылдилай із кезе бастадық. Жондай налып өтісімен жалын оны көрді. Жанына жүгіріп барғанымызда жыртқыш өліп қалған екен. Бірақ бұл сұр қасқыр болды, қаншыға. Только что жалын добыл здоровенного волка орлана. Қазір ғана жалын әрі арлан қасқырдатып түсірді. Қасқыр 50 келігін құрайды. Біздер ана бір аңғармен жүрдік. Жігіттер өз орындарында тұрғанымен жыртқыш жалын жаққа жүрген. Жалын сол арада бір оқпен атып түсірді. Аңшылық саяхат ойдағыдай болды. Керемет еңбекпен келген олжа. Бірақ бұл қара қасқыр емес, қарапайым сұры қасқыр. Алғашында көңіліміз түсіп кетті. Артынан мүмкін жақсылықтың нышаны шығар деп тоқтамға келдік. Егер біздер бүгін қара қасқырды атқанда кетпен аңызына нүкте қойылар еді. Бірақ аңыз жалғаса береді. Келер апта қара қасқырдың ізіне тағы да түспекшіміз. Сондай бастадым. Шынжырларымызды тағуға тура келді.
10 шақырым ұзасаң болды, қысқы дөңгелек салған көліктердің өзі тығыла бастайды. Міне, жаңа іздің түскенін байқадық. Екі қасқыр аңғарды бойлай, жотаға қарай асып өтіпті. Күнделікті күндерде қасқырлар күндізгі уақыттарда жабық орындарда, таудағы тоғай араларында және қалың ну ішінде тыныстап жатады. Ал кеш қарая үй жануарлары жайылған жазық далаға азық іздеп шығады. Таң ата сол іздерімен өз қалқаларына қайтады. На этот раз мы применяем комбинированную тактику. Бұл жолы біздер басқаша жоспар құрдық. Яғни бір жағынан ізге түсіп, жігіттердің бір бөлігі қасқырларды қуса, екіншілеріміз күнделікті ауысып отыратын бағыттарына тұрып, жолда таппаққа әрекетке көштік. Қазір қасқырлар мына таулы аумақта тыныстап жатыр. Оның жүретін аумағы 5-6 шақырымның аралығы. Ана бір бөлікте Кетпен ауылы жақтан олардың артынан шаруашылық инспекторлары атпен келеді. Ал біздер тауға барар жолында жаптық. Енді тек қасқырлар біздің алдымыздан өздері шығады. Я болмаса жігіттер оларды қуалай, біздің алдымызға алып келеді. Екеуінің біреуі. Бірақ үшінші нұсқа бар. Жыртқыштар басқа жолмен кетуі мүмкін. Біздер екі топқа бөліне бастадық. Құтлық Әли Әлиевпен асуды бойлай кетті. Ал біздес. Егер қара және сұр түсті тұқымдар шағылса, доминантты сұр тұқым жеңіп, бөлтірік сұр түсті болып туылады. Қара түске боялған қасқырларды көбінде түсі суық, нағыз қатыгездік иесі деген алып қашпа әңгімелер көп. Халық даналығы бойынша қара қасқырларға аса бір ерекше мінезді, әрі өте қауіптіліктің белгісі деп қараған. Жолға шығардан бұрын Ұйғыр ауданында тоқтамай қар жауды. Осындай ауа райы қасқыр аулауға таптырмас уақыт. Жол талғамайтын көлігімізге жанармай толтыра, осы бір қара қасқыр туралы біраз ақпараттарды жинай, Алматыдан шығып кеттік. Алматы Көкпек, Көктал тас жолында көктайғақ мұз екен. Сол себепті де жылдамдығымызды сағатына 90 шақырымнан асырмадық. Ұйғыр ауданының орталығына дейін 3,5 сағаттай уақыт жүріптік. Одан әрі Кетпен ауылына апарар тас жолға айналғанымызда кеште бата бастады. Таңғы қылаулаған уақытта далалы жазықтық ақ матадай жазылып жатты. Бірақ аппақ ұлпа қардың бетін жабайы табиғат тіршілігінің іздері бұзып жатты. Әрбір ізді көрген сайын біздер тоқтап, ненің ізі екендігіне көз жүгіртіп отырдық. Кетпен ауылына жетісімен аға қорықшы Құтлықтың үйін айта бастадық. Құтлық бізді күтіп жүр екен. Шай іше сала тауға қарай шығып кеттік. Ауыл маңайындағы жауған қар тығыздығы аласа екен. Бірақ тауға қарай көтерілген сайын қар тереңдігі де қалып, Кетпен аңғарларының бірінде дүрбімен жолды бақылап тұрдық. Тау басында қасқыр аулауға шыққан кезде қолыңда жақсы бір қарудың болғаны абзал. Сондай-ақ сол қаруың алыс қашықтыққа кез келген жағдайда ата білуі тиіс. Максим Ремингтонмен жарақаттанды және 350 метр қашықтыққа ата алады. Ал Андрей қасқырға 700-800 метрге дейінгі аралықтан аталады. Тіпті 1 шақырымдық аралықтан дәл атса да тиеді. Ол баллистикалық калькуляторы бар дүрбіні қолданады. Дәл нысанаға тигізу үшін аралықтың қанша жер екендігін санау үшін. Калькуляторға қарудағы оқтың күштілігін жазасың. Ауа температурасының, еңістің мөлшерін аралықты есептей аласың осылайша. Мұнда есептеулерсіз 800 метрлік қашықтықтан тигізу мүмкін емес. Өз оғыңның баллистикасын білуің керек. Баллистикалық коэффициентін, оқтың бастапқы жылдамдығын, Лейка сайтында арнайы бағдарлама бар траекторияңды есептеп беретін. Сол жерден ата отырып, өз қаруыңның қаншалықты аралыққа ататындығын біле аласың. Уақытта үнемдеуге тиімді. Сонда осы бір дүрбіні қолдану ыңғайлы демексіз бе? Әрине, ол өзіне көптеген қосымшаларды жүктеген.
монокль, дальномер, термометр, барометр, бұрыш өлшемі және баллистикалық калькулятор секілді. Сондықтан біздер келістік. Максим оңтүстік еңістегі екі жақты да бақылайды, 350 метрлік аралықта. Ал Андрей соған қарама-қарсы еңісті 900 метрге дейінгі соңғы нүктеге дейін. Алыс жазықтықтан жалғыз марал жайылымға шықты. Бірнеше сағат өтті. Ауа райы тағы бұзыла бастады. Көкті қара бұлт ұрлады. Бір-бірімізбен рация арқылы хабарласып, келесі бір шешімге кірісуге бел байладық. Солнце выглянуло на полчаса. Күн жарты сағаттай ғана шықты да, қайта тұман басып, қар жауа бастады. Көк торлана бастады. Көліктерімізге жеткенде қар кәдімгідей басып қалды. Тау басында қасқыр аулау өте қиын. Егер әрбір шыққан адам қасқыр аулай берсе, мұнда қасқыр қалмайтындай еді. Келесі шешім қабылдай, төмен түсіп, жаңа түскен іздерді қуалай. Сұңқар мен кетпен аңғарларының арасын шолып көрмекке бекіндік. Рация арқылы осы аумақты бақылап жүрген инспекторларға хабарласа бастадық. Аңшы жалын мен инспектор санат аттарына міне, жақын маңдағы малшылар үйлеріне барып, солардан ақпарат жинап қайтты. Олары соңғы 3 күнде қара қасқырды 2 рет көргендігін айтқан. Таңғаларлығы жыртқыш күндізде кезіккен екен. Бұл біздің қасқырларға деген көзқарасымызды өзгертті. Бірақ қара қасқырлар жайлы бекер аңыздар айтылмайтын сияқты. Оның іс-әрекеті мен белсенділігі басқа қасқырлардан ерекше. Қасқырлар адамдар секілді, әртүрлі мінезге ие. Тәуекелге бел буы да әрі қалай. Міне, жалын тағы бір қасқыр ізінің жаңа түскені жайлы ақпар берді. Бір із өте үлкен. Біздің күнделікті күйбең тіршіліктің күнтізбесінен демалысқа бөлер уақыт табу қиын. Ал ұсынар бағдарламамыздың аясында сіздер қызықты әлемге саяхат жасап, аңшылық пен балық аулаудың қыр-сырына қанық боласыздар. Әр апта сайын біз сіздерді Қазақстанның көз тартар ең көрікті аймақтарымен таныстырамыз. Тауда қасқыр аулау ең ауыр, сонымен қатар өте қызықты аңшылық десек болады. Аңшының қасқыр аулаудағы олжасын олжалы аңшылық деп мақтан тұтуға болады. Өйткені оны аулау үшін аңшының дене бітімі шыңдалап, бақылағыш, ал ең бастысы шыдамды, төзімді және қайтпас қайсар болуы тиіс. Иә, қасқырдың өзі де өте қу және ақылды жыртқыш. Сол себепті де қасқырды жеңген сәт есте мәңгі қалады. Жақын күндері ғаламторда қара қасқыр туралы деректер пайда болды. Сол күні кешкісін алматылық қасқыр аулаушылар аңшылық форумына жиналу туралы белгі жариялады. Хабарлама қызықтыра түсті. Осыған дейін де аңшы жалын бірнеше рет қара қасқыр үйірі туралы хабарлама жариялаған болатын. Қара қасқырлар меланисттер. Алматы облысында жиі кездесе бермейді. Қара түс бұл рецессивті белгі. Жыртқыштың қара түсті болуын туылуы үшін екі бірдей ата-аналық тұқымының шағылысуы керек. Ал мұндай өте сирек кездеседі. Егер шағылысуда меланисттер пайыз аса жоғары емес.